Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінен кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс 5 маусым күні тапсырыс берілген. Бүгін 21 маусым. 16 күндегінде жетті. Тапсырыс берілген күннен бастап, ақшасы төленген күннен бастап. Бұның ішінде фитнес браслет. Қытайдың Xiaomi фирмасының, компаниясының Mi Band браслетінің екінші версиясы болу керек. Неке осындай бір қорапшада. Неке мына жерде характеристикалар көрсетілген. Неке аккумуляторы жазылыпты. Неке 70 мА деп IP67 деген жаңағы судан, шаңнан қорғайтын стандарты. Неке заводская упаковкасымен әлі ашылмаған да. Қазір ашып көреміз. Қорапшасы мінеки тура алдыңғы бірінші Mi Band'тың қорапшасында екен. Мінеки Mi Band 2 смарт браслетіміз. Мінеки экраны жанып жатыр. Мінеки браслеті, мінеки капсуласының өзі. Мына жерде зарядкаға арналған USB кабель. Және Қытай тілінде мануал. Мына жерде мінеки QR код бар. Мінеки комплектациясы осындай. Мінеки браслеті кішкене алдыңғы бірінші Xiaomi Mi Band'тың браслетінен кішкене өзгешелеу. Резинасы жұмсақтау сияқты. Алдыңғы Xiaomi'лардың браслеті мынандай болған. Размерінде байқасаңыздар айырмашылық бар. Алдыңғы бірінші Xiaomi Mi Band кішірек болған. Екіншісі үлкенірек. Және мынандай ременде кішкене қалыңырақ, әрі жұмсақ. Жұқа сияқты көрінеді. Және капсуласы да үлкен. Мына жерде сенсорлы кнопкасы бар. Неше түрлі жаңа нелер көрсетеді. Арт жағында пульсометр бар. Жанып тұр. Қазір бірінші Mi Band'тың капсуласымен салыстырып көреміз. Размер жағынан байқап тұрған болсаңыздар, бірінші Mi Band әлде қайда кішірек. Арт жағынан қарасаңыздар да. Бұл Mi Band смарт браслеті маған $29 айналды. Негізі қазірдің өзінде бұның бағасы AliExpress'те не болмаса басқа да сайттарда $34 пен $38 аралығында. Дәл осылай салынады. Мықты тұрады деуге болады. Және осылай қолымызға киіп аламыз. Mi Band 2 фитнес браслеттің ішінде пульсометрден басқа жаңағы ұйқы есептейтін датчиксына дейді. Содан басқа пульсометр бар, жаңа датчигін көрдіңіздер. Ең басты ерекшелігі мына жерде экраны бар, уақытты, жаңағы жүрген шағымызды, жүрегіміздің қағысын барлығын осы жерден көре аламыз. Жүрек қағысын өлшеп жатыр. Пульсімді көрсетіп берді, 96. Бірінші Mi Band пен екінші Mi Band'тың жаңағы шагомерлері және ұйқы трекері, жаңа ұйқы қанша уақыт ұйықтағанымызды тексеретін сол датчиктері қаншалықты дұрыс жұмыс жасайтын тексеріп көремін, салыстырып. Достар, әзірге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Алдағы уақытта осы Mi Band'тың обзорын көргенмін десеңіздер, каналға жазылып лайк басыңыздар. ВКонтактедегі группамызға жазылып, сол жерде сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.